Мен Құнаноспын, атым Тілепбай. Осы Сарға елді мекенінің тұрғынымын. Мынау менің немерем, аты Сұлтан. Әкесінің аты Ақжол. Осы немеремді домбыраға үйретейін деп жүремін. Өзімізде енді азғантай өнер бар. Енді бірінші домбыраны үйрену үшін бұл қандай неден тұратынын білу керек. Ол домбыра деген ағаштан жасалады. Түсіндің бе? Ағаштан жасалады. Жақсы шеберлер осындай домбыраларды жасайды. Одан кейін бұның мынау тиек деген болады. Бұл болмаса, мынаны алып тастасаң, домбыра тартылмай қалады. Тиегі дейді. Одан кейін мынау екі құлағы дейді. Домбыраның екі құлағы мынау. Одан кейінгі мынау ішек. Мына ішекті мына түбінен бастап жоғары қарап өткізіп, мына құлағына ілдіріп, сосын бұрауын түсіреді. Бірінші домбыраның бұрауын түсіреді. Одан кейінгі бұл мынау мінеки пернесі. Домбыраның мынау пернесі. Осы перне тағылмаса, мына ішектің бұрауы түспесе, тиегі болмаса, оның мына құлағы бұрауы болмаса, домбыра тартылмайды. Соның біліп алу керек. Түсіндің бе? Мінеки.